Сәлем достар, өткен жылы арнамызда қазақ ұлты қалай қалыптасқаны жайлы толық баяндаған едік. Енді сол видеоның жалғасын, яғни қазақ хандығының құрылуы жайлы толық бүкпесіз баяндайтын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастаймыз. Қазақ сұлтандары Жәнібек пен Керейдің дербес хандық құру туралы ойларының жылдар бойы қалыптасқандығын дәлелдейтін нақты жағдайлар бар. Көшпелі өзбек ханы Әбілқайырдың жаулау әрекеттері қазақтарды тығыз қоныстанған сыр бойына нығыстыра бастады. Бұл әрекеттер әсіресе 1446 жылдан басталды. Осы жылы Әбілқайыр хан Түркістан аймағын иеленіп, сондағы Сығанақ қаласын астана етеді. Сөйтіп мемлекеттің саяси орталығы Керей мен Жәнібек сұлтандар ұлысы жерін алсады. Әбілқайыр хан сырдың ортағысы бойын иелену арқылы Дешті Қыпшақтың Орта Азия мен сауда қатынастарына өз бақылауларын орнатады. Сол сияқты сыр бойындағы қысқы жайылымдар шайбанилық сұлтандар иелігіне көшті. Саяси әрі экономикалық аймақтан айырылу қазақ сұлтандарына үлкен соққы болып тиді. Әбілқайыр ханның мынадай іс-әрекеті осы аймақты иеленіп келе жатқан орыс хан ұрпақтарының мүшелеріне қайшылық келтірді. Көшудің бастамасы осы жағдайлар болсын. Есенбұға Керей мен Жәнібектің күшін пайдаланып, ойраттар мен көшпелі өзбек хандығынан қорғану үшін шекараны нығайтуды көздеді. Қазақ хандығы Жетісудың батыс бөлігінде Шу мен Талас өзендерінің аралығында Қозыбас деген жерде негізі қалады. Осы тұста Керей мен Жәнібектің батыс Жетісуға қоныс аударуының мәніне, себептеріне үңілер болсақ, ағайынды екі қазақ сұлтандарының көшпелі өзбек ханы Әбілқайыр ханның жүргізген ішкі сыртқы саясатына, әсіресе салықты көбейткен экономикалық қысымына қарсы наразылықтары деп білсек, екіншіден жошы әулетінен шыққан Керей мен Жәнібектің алдына қойған ең басты мақсаты жаңа қалыптасып біткен қазақ халқының мемлекетін дербес түрде құру болды. Олардың бұл саясатын халық қолдады. Сонымен қатар жаңа қоныс тепкен аймақтардағы тайпалар да қостап, мемлекет бірлестігінің орталығына айналды. Білікті ақсүйек ұрпақтары Керей мен Жәнібек бабалар дәстүрімен бірыңғай мемлекет болуға әзір тұрған, ұзаққа созылған этно-саяси және мәдени шаруашылық дамуы барысында тұтасып кеткен жерлерді қол астына біріктірді. Оның үстіне бұл аймақ шаруашылықтың, сауданың, феодалдық қатынастардың дамуына қолайлы ұлы жібек жолының кешеніне айналды. Болашақта қазақ хандығының дәрежесінің өсуіне Моғолстаннан басқа Әбілқайыр хандығы, Ноғай ордасы да маңызды әсер етті. Бұл мемлекеттерде өмір сүрген тайпалар оның үстіне қалыптасуын аяқтап, өзін Моғолстан жерінде шерулік танытқан қазақ халқы шаруашылықтың үш түрін, көшпелі, жартылай көшпелі, отырықшылықты дамыта отырып, материалдық және рухани мәдениеттің ең негізгі тетігі тілдің толық орнығуын күшейте түсті. Басқа мемлекеттердегідей қазақ хандығының өзіндік құрылымдық жүйесі қалыптасты. Саяси құрылымы хандық билікке әкелді. Әлеуметтік құрылымы жағынан ақсүйек пен қарасүйектен тұрды. Әсіресе саяси күш жасақтары салық жүйесі қалыптасты. Қазақ хандығының қалыптасу процесі 10 жылдан астам уақытты алды. Қазақ хандығының бастапқы өріс тепкен жері батыс Жетісу, Шу мен Талас аңғарлары болса, біртіндеп шығыс Дешті Қыпшақ, Түркістан жазираларында да қанат жайды. Бұл әлеуметтік экономикалық және этносаяси процестердің нәтижесі болып табылады. Мырза Хайдар Дулати өзінің тарихи Рашиди еңбегінде қазақ хандығының түзілуінің аяқталуы 1465-1466 жылдар деп көрсетеді. Қазақ хандығының қалыптасуы аймағы туралы Зинаддин Васипи Бадал Әл-Уақой шығармасында сөз қозғайды. Мехман Наме-и-Бұхар еңбегінің авторы да қазақ хандығы аймағының біртіндеп ұлғайғандығын айтады. Сонымен қазақтың алғашқы хандары болып Керей мен Жәнібек сайланды. Орыс ханның ұрпақтары жошы әулетінен тарағандар. Тарихта көбінде Жәнібекті айтады. Керей жас шамасы жағынан Жәнібектен үлкен. Оның себебі Жәнібек халық ойраттардың шабуылына өз күшімен соққы бере алмаған. Есенбұға қазақтармен тығыз қарым-қатынаста болуды көздейді. Мырза Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди еңбегінде қазақ хандығының құрылуы 1465-1466 жылы Моғолстан ханы Есенбұғаның 1462 жылы дүние салуын Керей мен Жәнібек ұтымды пайдаланып, билеушісіз қалған елді берік орнығу мүмкіндігін көздеді. Ал 1468 жылы
көшпелі өзбек ханы Әбілқайыр ханның Моғолстанға жорыққа аттануы үстінде қаза табуы жас қазақ хандығының оқшаулануына жол ашты. Біртіндеп қазақ хандығы күшейе бастады. Керей 1478 жылға дейін хандық құрды. Жошы әулеті мен Шайбан әулетінің саяси бәсекелестігі тоқтамады. Әсіресе Сырдария бойындағы Түркістан аймағындағы қалалар мен жайылымдық жерлер үшін соғыс қақтығыстары жиі өтіп отырды. Себебі қазақ хандығы үшін Түркістан аймағының айрықша маңызына қазақ халқының отырықшы егіншілік өңірлер мен сауда байланыстарының тұрақтылығын қамтамасыз етуге ұмтылуы жатты. Әсіресе аймақтағы ірі сауда орталықтарын бақылау орнату, егіншілік аудандардың салық жинаудан түсетін пайда қазақ хандығы үшін аймақтық экономикалық маңызын өсіре түседі. Шығыс дешті қыпшақтағы Шайбанилер әулеті өз билігін қайта орнату үшін Әбілқайырдың ұрпағы Мұхаммед Шайбан көп күрес жүргізді. Сонымен қатар қазақ хандығымен сұрапыл соғыс жүргізген Жүніс хан мен оның баласы Сұлтан Махмұд тыным бермеді. Бұл күрес 30 жылға созылды. Қазақ хандығы көршілес жатқан елдерді сыбайлас етіп алды. Оның ішінде Ноғай ордасының әмірі Мұса мырзамен одақтастығын атап өтуге болады. Әсіресе соғыстар Сауран, Созақ, Сығанақ қалаларын үшін көп болды. Қала тарихи зерттеуші ғалымдар орта ғасырлық әрі қаланың ерекшелігінің болғанын көрсетеді. Соның ішінде мықты бекіністік қасиетімен көзге түскен Сауран қаласы болған. Сауран қаласы 15 ғасырдың 70 жылдары мен 16 ғасырдың бірінші ширегі аралығындағы қазақ хандығы мен Мауреннахр арасында болған күрестерде екі жаққа алма-кезек өтіп отырды. 15 ғасырдың 80 жылдары қала мен оның төңірегіндегі Жәнібек ханның үлкен ұлы Иренші сұлтан билік жүргізді. Сауран қаласы Сығанақ, Созақ секілді Түркістан аймағының солтүстік-батыс бөлігінде, яғни Дешті Қыпшаққа таяу орналасқандықтан онда қазақ хандығының ықпалы күшті болды. 15 ғасыр соңында болған ұрыстарда қала тұрғындары өз еріктерімен қазақ хандығы жағына өтуі осының айғағы. Қалалар шайбандықтар мен жошылықтарға кезек-кезек өтіп отырды. Ғасырдың аяғына қарай қазақ хандығының иелігі үлкейді. Бастапқы алып жатқан жері батыс Жетісудың сыр бойындағы кейбір қалалары болса, ендігі жерде сыр бойы қалаларының басым көпшілігі Түркістан аймағы, оңтүстік және орталық Қазақстан жері қосылды. 15 ғасырдың орта шенінде қазіргі Қазақстанның оңтүстік шығыс бөлігінде құрылған қазақ хандығы 15-17 ғасырда Қазақстан мен Орта Азияның және оған іргелес елдердің тарихында үлкен маңызға ие болды. Құрылғаннан кейін арада жарты ғасыр өтпей жатып, қазақ хандығы Еуразияның шығыс бөлігінде күшті мемлекеттердің біріне айналды. Қазақ хандығының құрылуына Еуразияның шығыс және орталық бөлігінде 14-15 ғасырларда болған саяси дамудың, сондай-ақ Дешті Қыпшақ пен Мауреннахр Моғолстанда болған этникалық процестердің заңды қорытындылары себеп болды. 13 ғасыр басында моңғол жаугершілігіне байланысты жоғарыда аталған аймақтарда саяси құрылымдар өзгертіп, этникалық процестердің дамуы тежелсе, 14 ғасырдан бастап моңғолдар құрған саяси құрылымдар сипаты жағынан жергілікті халықтар мен ру тайпалардың талабына бейімделе түсті. Жаулап алушылар жергілікті халықтар арасында сіңісіп, бұрынғы тежелген этникалық процесс жаңа қарқынында, жаңа сапада дами бастады. 14 ғасырда пайда болған Ақ Орда Ноғай ордасы, Сібір хандығы, Моғолстан секілді мемлекеттер моңғол жаулап алушыларының толық түркіленуі арқасында түркі халықтарының құрған мемлекеті болып табылады. Ал 15 ғасырдың бірінші жартысындағы Дешті Қыпшақтағы Әбілқайыр хандығы, Жетісу мен Шығыс Түркістандағы Моғолстан мемлекеті және Мауреннахрдағы Ақсақ Темір ұрпақтарының мемлекеті, сондай-ақ оңтүстік Сібірдегі қалмақ тайпалар арасындағы шиеленіскен күрделі саяси оқиғалар мен олардың даму барысы 15 ғасырдың орта шенінде қазақ хандығын дүниеге әкелді. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін оттаймыз.